Сәлеметсіздер ме, менің каналымның қонақтары. Бүгін мен сіздерді қазақстандық Асан продукт компаниясымен таныстырғым келіп отыр. Сіздер бұл компаниямен толығырақ танысқыларыңыз келсе, кез келген браузерден Асан продукт деп жазып іздеулеріңізге болады. Сол кезде ең бірінші міне Асан продукт жайлы сілтеме ашылады. Бұл жерде сіздер компаниямен толығырақ танысуларыңызға болады. Компанияның өндірушісі Мұхиддинов Асан Сражденұлымен танысуларыңызға болады. Бұл кісі биологиялық ғылымдардың докторы, биолог, 40 жыл өтілі бар екен бұл кісінің. 80-нен аса ғылыми еңбектері бар. Өнімдері төменгі жақта беріледі. 7 түрлі өнімі бар қазіргі таңда. Осы 7 түрлі өнімнің қолданған адамдардың айтуларына қарағанда нәтижесі өте жоғары. Мен өзім антипаразитарный деген бальзамды қабылдап жүрмін. Нәтижесі оңды. Кейінгі кезде менде аллергия пайда болған болатын. Суыққа, ыстыққа, шаңға, көктемде ағаштар бүршік ата бастаған кезде дененің тітіркенуі, қышынуы сияқты жағымсыз әсерлер болатын. Осы бальзамды ішкелі бері қазір қыс мезгілі денемнің суыққа тітіркенуі, қышынуы деген сияқты әсерлерден арылдым десем де болады. Яғни бұл бальзам маған оң нәтижесін беріп жатыр. Енді бүгінгі айтқым келгені, қалай регистрация жасау керек өзіңізден кейін адамдарды. Сіз тіркелгеннен кейін сіз өзіңізге жеке логин беріледі және пароль беріледі. Сол арқылы сіз өзіңіздің кабинетіңізге кіріп, жаңағы пароліңізді баптау арқылы өзгертуіңізге болады. Яғни настройка арқылы өзіңіздің пароліңізді өзгертуіңізге болады. Ал егер сіз адам тіркегіңіз келсе, өзіңізден кейін мына регистрироваться деген жерді бірден басасыз, кабинетіңізге кірмей тұра. Сол кезде осындай бет ашылады. Осы жерге сіз адамның атын, фамилиясын жазасыз, тіркегіңіз келіп отырған адамның телефон номерін жазасыз мына жерге электронды почтасын жазасыз. Ол адам Қазақстаннан болса Қазақстан, мысалы Ресейден болса Ресейді солай таңдауыңызға болады. Одан кейін оның төменгі жағында қалаларды таңдайсыз. Қарағанды болса Қарағанды, Ақтау болса Ақтау деген сияқты. Одан кейін пароль ойлап табасыз. Бұл жерде сіз оңай пароль ойлап тапқаныңыз дұрыс. Өйткені бұны сіз адамды тіркегеннен кейін ол адам өзінің баптаулары, яғни өзінің настройкаларына кіріп кабинетіндегі паролін өзгертуіне құқы бар. Мына жерге міндетті түрде осы жерге баса назар аударыңыздар. Осы жерде сіз өзіңіздің логиніңізді жазасыз. Өйткені бұл адамды сіз тіркеп отырсыз өзіңізден кейін. Соны міндетті түрде ұмытпағаныңыз дұрыс. Содан кейін мына батырманы басып, келісім шартпен келісетіндігіңізге келісім бересіз. Одан кейін регистрироваться деген батырманы басып, өзіңізден кейінгі адамды тіркейсіз. Бар болғаны осы, бұл қазақстандық компания, тіркеліңіздер, жетістікке жете беріңіздер.